Қайырлы таң. Бүгін 21 июль 2025 жыл. Біз Қырғызстан мемлекетіне Чолпон Атаға демалуға келдік. Так, міне мына жерде екі машина. Қуаныш. Семьямызбен келдік. Біздің тоқтаған жеріміз айта кетейін. Міне мына жерге үйді осылай үйсілмай кеттік. Мына көтті жігіттер балалар жатады. Абока, Айбын, Ади, үшеуі. Мені біз Айжан екеуміз. Ішіне қазір бір рум-тур жасап көрейік. Жалпы комнатада 2 кровать бар. Телевизор, Wi-Fi бар бұл жерде. Сосын мына кішкене холодильник. Өте таза. Маған ұнады. Салқын. Мына біздің душ, туалет, санузел. Жалпы жақсы. Барлық комнаталар осындай. Яғни осы бір дом, бір комната суткасына 7000 теңге шығады. Сонда 3 күнге төлесеңіз, мынау 21000 теңге болады. Мынау 21000 теңге болады. Так, ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде біздің кухнямыз. Мына жақта каша пісіріп жатырмыз. Міне жұмыртқамыз қайнап пісті. Осы жерде отырып тамақ ішеміз. Шашлык пісірсеңіз болады. Кеше мына жерде тамақ пісірдік. Кешкісін келгеннен кейін. Кеше түсіруге уақыт болмады. Кішкене шаршап жолда 9 сағат жүріп келдік. Мына жерде холодильниктеріміз, арбуздарымыз, продуктыларымыз сақталады. Общем, өте ыңғайлы, өте удобно. Жалпы жақсы. Ауа райын көріп жатсыздар. Ауа райы бір бұлт жоқ. Бұл жерде Алматыда қазір 42 градус болып тұрса, бізде 28 градус ыстық, ең потолок. Өте қолайлы. Мына үйлерде жаңағыдай арендаға беріледі. Мына біздің дом. Ана жерде біздің Қуаныш. Как всегда сигарет курит. Мына осында ойнайтын жерлері бар. Мына жақта осындай кухня бар. Это столовый бар. Отдельно тамақ заказ берсеңіздер болады. Мына жерде күшті демалатын орындар бар. Мына кісілер кім боласыздар? Қаяқтан келдіңіздер? Күшті демалыс. Осындай жерлер бар демалатын. Мына гүлдер қарасаңыздар әдемі. Қазір біраздан кейін құдай қалса пляжға барамыз. Пляж түсіреміз. Өстіп балалар демалып отырады. Қарағайлар. Мына жерде кешкісін демалып фильм көруге болады. Специальный экран. Мына жақта бар. В общем, столовый тамақ ішіп отыр елдер. Түсірмей ақ қойып. Ет болады. Мына жерде осындай нелер бар. Әдемі. Жалпы осы енді ары қарай қалаға шығып жатсам, тағы да түсірем обзордар. Чолпон Атада келе жатырмыз. Қаланың іші. Қуаныш қайда кетіп қалды? Комнаты, караоке. Алматы сияқты бұл жақта пробка екен. Демалушылар өте көп. Біз ғана емес, Қырғызстанның бәрі осында демалады. Мына жерде автовокзал.
Mine adam көп. Мына жерде пешеход. Молодец. Ona кореянка. Так. Ё-моё, пробка екен. Капец пробка. А? Жоқ, қысқа болғанда қызық қой мына жерде. Мына амалкалар отыр мына жақта. Қараңдар ей. Помощниктер отыр. Это менің красавицам отыр. Бетке аппақ крем жағып алдық. Сендерде Әлі пробкада келетірміз. Алдыда сол бір ДТП бар ғой деймін. Айтпақшы, бұл жақта байланыс. Біз кеше симка сатып алдық. Симканы мегафонға қостық. Мегафон 1500 теңге тұрады. Өздері қосып береді, симканы салып. Бір апта безлимитный интернет. Бізге тақта бір апта жетеді. Ары қарай уже 30 гигабайт қана береді. Сосын раздача бар. И скорость интернет жаңағыдай мобильный 200 показывает максимум. Ну, по местам әрқалай. Мына жерде кеше біз осы базарға кіргенбіз. Урсус, Микс, кофеда магазинге кірдік. Копченый балық алдық. Местный пиваны іштік, арпа деген. Тоже дәмді екен. Сосын мына жерде байқасаңыздар, бұл жақта полицейскийлар бәрі ақ рубашкамен жүреді. И қолдарында андай таяқтар бар. Ақ рубашкамен. Көрдіңіздер ме? Сондай. Бұл жерде тугис дейді. Егер интернет болса. Міне алдыңыздар, так, полицейскийлер өте көп. Пешеход көп бұл жерде. Пешеход. Біз көрсетеппін ғой. Чолпанаттан келатқан кезде бір рет тоқтатты. Документ тексерді. Бұл пробканың көп себебі, бұл жақта пешеходтар көп екен. Сол себептен андай пробка көп, байқасаңыздар. Aldı jirip atapmın. Mine. Ау. Центральный парк бар. Алдыда ма? Алдыда центральный парк бар, бірақ оған біз кірмейміз. Қазір бір Бостері деген селоға барамыз. Сол жерде біраз көріп, демалып қайтамыз. Ол суға түсеміз. Катерге отырамыз. Сондай. Мына машина өшіп қалды. Пробка ұстап тұр мына жақтың бәрі. Қырғызстанда да байқасаңыздар китайский машиналар бар екен. Біз демалған орында, үйіміздің қасымызда кәдімгі электростанциялар бар. Электромобиліне арналған. Бұл жерде ошым дамып жатыр. Қытайдың бизнестері. Біздікі сияқты, Алматыдағы сияқты өте қымбат көліктер, джиптар байқасаңыздар жоқ. Көп машиналар ескі. Бұл үшін новый деген көп айдамайды. Байқасаңыздар. Салоннан, дилерский дегендер. Бәрі Кореядан келгендер, Қытайдан келген. Көбінесе Кореядан келгендер көп. Америкадан келгендер көп. Мына жаңағы алдарымызда орталық парк развлекательный. Біздің Алматыда керемет емес шығар. Соған қарағанда біз ойлап отырып кірудің қажеті жоқ деп.
Бізге қызығы бұл жерде көл. Иә, әрқалай көл. Көп мақтайды сол. Чолпан атаның жағалауы жақсы деп. Оны кеше көрдік. Тағы бүгін түсіреміз. Кеше түсіруге уақыт болмады. Қазір бірінші Бостерін көрейік, сосын ары қарай жалғастырамыз. Так, Бостері қаласына келдік. Міне қазір пляжға бара жатырмыз. Адам көп, машина көп, қарасаңыздар, демалыс орындар. Міне біздің красавицалар. Ана күн деген баға, күн ашық болып тұр, иә. Бірақ салқын да. Такой приятный. Мынау действительно демалатын жер екен. Адамдар неге Қырғызстанға демалуға көп келеді десек, бұл бір рет келіп көру керек екен. Сосын барып уже матық боласың. Мысалы мен Алакөлге де бардым, Алакөлде де жақсы керемет. Бірақ мына Қырғызстанда ауа бөлек. Ауа бөлек. Міне мына жерде бүткіл гостиница пляждың жағалауында Карнамал деген бар екен. Отлично, қазір пляжға барамыз. Гостиницаларды қараңыздар. Қандай керемет. Шетелдегідей жолдары, асфальт. Өте тамаша. Өте тамаша. Енді бұл жерде қымбат шығар. Бағалы. Бірақ кәдімгі басқа бір мемлекетте демалып жүрген сияқты. Туризм жақсы дамыған. Именно Чолпан ата, Бастери. Балықшы деген қала бар. Балықшы енді ояқта онша емес дейді. Ояқта көбінесе анау волны. Мынаны қарам, не керемет. Салқын үйлер. Мынаны қараңыздар, керемет қараңыздар. Вау! Супер! Әне. Американская горка. Мені тартып кетіп, қазір төмен қарай түседі. О, кетті әне. Так, покупаем жареный мороженое. Жареный мороженое деген қандай болады екен? Жареный мороженое қаншадан? 250. Можете выбрать 4 ингредиента в одно мороженое. Қандай ингредиент? Выбирайте. Один упаковка. Екеу. Есть стандартный вкус, клубника, киви, орео, банан. Также клубника, ананас, альбень, банан можете взять. Обе кешір.
Buna bro mu? Синхронно давайте, сейчас синхронно. Ya. Sirop hoş böyle koyarsan. Havada. Красивый. Сюда какой сироп полить, шоколад, клубника. Ara Ayşeler git. Теперь Радиков. Много, еще одну порцию. Еще, это одна порция, да? Да. На, где такой еще есть? Или какие-нибудь беру детема? Нет, давайте еще одну, давайте. Так, солнечный берег деген пансионат. Соған арқылы біз пляжға отырмыз. Мынаны қараңыздар. Кезінде совет өкіметі кезінде жасалған. Енді өте керемет. Таза ауа, ақ қайыңдар. Мынаны қараңыздар. Абока, мына жақта жүр абока. Абока. Поташка Айша. Так. Ne abrikos üstür.
Өріктер, бал, тербаңдар. Құры жерге түсіп обал. Ол шығамайды. Өрік жемеген дейді. Yok bu düğünde gör bunda емес. Biz kusu kavatı. Мана прям сочный видно, да? Сладкий. Кеше ғана, кеше берді ғой 1 килограмм. Бағана дедік қашын. Вообще күшті дәмді. 1 килограмм емес надо вот кеше. Ну, нормальный, почти кило. Кеше сразу көріп қойды, ана бір көріп. Сразу барып көріп. Ане, аяқта алмалар тұр, қарашы, ане. Көріп кетем түндегі. Да. Фундамент көтеріп тастай ма? Ане, анан қарашы, ана жақта өрікті қона. Өрік па? Ане, толы. Мелкий, по-моему, это, да? Да. О, через сладкий кішкене, сеті емес. Сразу же не алдымызда пляж. Сойты көріп мәшіне ішіне. Көлді қараңыздар. Анан. Ендік. Gitti. Hani смотри. Hani görmüyor. Oo gitti. Kara. Böyle. Ой, мать. Ага. Жақында бір видео YouTube. Бабка. Кішкене әлі. Кішкене папа. Ой, bu nerede? Evet, geç. Bir Ya kalay түседі. А? Аз чет тұр. Қараш. Страшно, да? Конечно. Балдай тартпайлы қой, балды. А, бұрат екен ғой специально.
О, нормально. Абрикос теріп жатыр міне, қуаныш деген. Ойбой, абрикос деген деу. Мынаның қарашы, мында абрикос шеші. Персик қой, персик. Почти персик, дұрыс айтасың, почти персик. Тап-таза. Міне пакеттегі қараны. Піскендерін ғана терейін ба? Піскендерін ғана тер, конечно. Балана елде бірдеңе жүрсе көзін сатпайды да, абрикос деген өздері көрдіңіз. Ана бір өте керек еді ана аспаққа. Ол бөлек сорт болу керек, а? Ол піспей қалған ғой, по-моему. Лето в сердце поет, манит нас и зовет, и сокольский маяк. Путь не близкий, недалекий, удивительный край. Открываешь, обнимаешь, понимаешь, что это не сон. Южный ветер нас сближает, словно знаешь, как порхает сердце мое. Пойдет проливной, но киргизское смоет. Увезу я с собой дед Майоле, на Иссыкуле, встретимся с тобой. Дед Майоле, на Иссыкуле, ласковый прибой, мною накрывает. Понимаешь, что это не сон, южный ветер нас сближает, словно знаешь, как порхает сердце мое. На видео снимай. Можно вам? Вы будете? А, не, я не буду. Супа? А? Al. Şişesiz. Супасы? Ne oldu? Давай. Келіңіз.
Давай. Кит аласың ба? Кит аласың ба? Не yapsam? Суға түсіп екі. Кәт түсем ба? Давай, кеттік фото. Ал, бер қараңдар, фото алып түсірем. Да, маған қараңыздар. Раз, два, три, фото. Шақыр. Абука емесің? Абука емесің? Суға емессің? Әкел ана қызды. Мынаумен түспеңдер, мынау. Аяқты не етамайсың. Миша. Мама, сними, я нормально прыгаю. Denizden dağın ortaya, yaşları gündüz Gördün mü? Hayır, bitmek üzere. Bir süresinde özü bir süre verebilirim. iPhone'da çok Міне алта тердік. Бағана абрикос тергені көрсеттім. Қараңыздар қалай піскен. Теріге барған соткымды ұмытып кеттім. Чайын мускат сияқты өсіп тұр ғой. Мощный. Дәмді мынаңырда. Еще мында велосипедиктер бар, өтті тәтті. Оны да тердік. Черешня бар екен. В общем, тема. Шашлык готовим. Вот утка. Раз, два, Здесь у нас такой.
Опа! Вот крылышки. Еще раз. Еще раз. Вот наш мангал. Вот дайындалыватыр. Классно. Здесь сосед готовит плов. Вот зирвак готовит. Вот. Отлично. Так, готовим шашлык. Удобно, да, Барри? Вот у нас шеф-повар Коныш. Балыкчы. Biz qaytib bora жатырмыз. Kelayotgan кезде bu yo'l tushirmagan bo'lyapmiz, ya. Qaytgan кезде tushiraylik deb, kichkina bir kadr alaylik. Balıkçı degan av. Bo'ldi, Cho'lpon ota siyaqti demolish o'rinlari bor. Biroq bu yerda suv kichkina laylav deymi, bilmaymiz endi, yerning aytuvi bo'yicha. Потому что волна bo'ladi deydi. Eng yaxshi sol Cho'lpon ota. Eng доступный, toza suv tinish. Sovet өкіметі қалған зданиялар көп екен, е? Бұзылмаған. Мысалы, мына зданияны қараш. Мынаған осындай көп. Жилой, новый ЖК деген жоқ. Новый постройка жоқ. Бәрі сол Совет өкіметінен қалған. Жолдағы үйлердің тамдарды былай көрсінші, тамдар ескі. Aydınkul Cıldız marketi, Cıldız Urmat. Dükkan. Cıldız. Ayıkın. Balıkları balıkçının.